Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, жып-жұмсақ шелпек әзірлейтін боламыз. Бұл шелпек 15-20 минутта дайын болатын шелпек. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, қант, тұз, содамызды, сұйық май және майонезімізді салып, біріккенше араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жып-жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Енді қамырымызды жылы жерге 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткен соң қамырды видеодағыдай көрсеткендей бөлшектеп шығамыз. Қамырымыздың әр бөлшегін жұқалап етіп жайып, алдын ала қызып тұрған майымызға екі бетінен қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоға өз пікірлеріңіз болса, комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Қазақша контенті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.